Сәлеметсіздер ме? Сыни ойлау бойынша 10-шы нұсқаны талдаймыз. Бірінші тапсырма бізге теңдеуді шешу керек. Берілген теңдеу жақшалардан тұрады. Орнына қоюға болады жауаптарын, бірақ біз сендермен шешейік, иә? Өйткені бөлшектер де бар екен, мысалы бөлшектерді қойып отыру ыңғайсыз болады. Жақшаны ашамыз. 3-ті әрқайсына көбейтіп шығамыз. 3 көбейту 2х 6х болады. Азайту 3 көбейту 1 3 болады. Азайту 4 тең болады. Мына қараймыз, 4-тің мына жақшаға ешқандай қатысы жоқ, ол жақшаның ішінде тұрған жоқ, сондықтан оны 3-ке көбейткен жоқпыз. Мына жерде 2-ге әрқайсысын көбейтіп шығамыз, сонда 2х қосу 10 болады. Енді есептеп жіберейік. 6х, мына екеуін біріктіріп жүрсек болады. -3 -4 -7 тең 2х қосу 10 солай қалсын. Енді х-терді бір жаққа жинаймыз, яғни мына 2х-ті көшіріп алып келем, ол минус таңбасымен келеді. Тең 10 өз орнында қалды, -7 оған көшіп барады. 3-7 болып барады. 6х азайту 2х 4х болады. Тең болады 17. Х-ті табу үшін біз 17-ні жай ғана 4-ке бөле саламыз. Сонда х-іміз біздің 4,25. Демек, А нұсқасы болады. Келесі теңсіздікті шешіңдер дейді. Бұнда теңдеу сияқты шешеміз. -2х кіші 10. Мына жаққа көшкенде минус таңбасымен барады. Сондықтан -2х кіші 10 азайту 4, 6 болды біздің х. Так, мына жерде ұмытпаймыз, 6-ны біз теріс санға бөліп жатырмыз, минус санға. Теңсіздікте теріс санға көбейткенде немесе бөлгенде теңсіздік белгісі қарама-қарсыға өзгереді. Демек, мына жерде кіші деп тұрса, енді артық болады. Сонда х артық -3-те. Бұл нұсқасы. Үшінші, тауардың бағасы 15%-ға төмендетілгеннен кейін 17.000 теңге болды дейді. Қараңдар, 15%-ға төмендетілгеннен кейін, яғни мынау 100%-ық бағасы емес, бұл 85%-ық бағасы. Өйткені толық бағасы оның 100%, ол 15%-ға азайтылды, өйткені кеміді деп тұр ғой, төмендетілді деп тұр 15%-ға. Кемі деген сөз ғой, сонда 85% шығады. Осы жерден біздің түсінетініміз, мынау 17.000 деген, ол бізде 85%-ға тең болып тұр. Тауардың бастапқы бағасын табыңдар дегенде, яғни 100%-ын табу керек. Сонымен 85%-ымыз біздің ол 17.000 теңге. Ал біз табу керекпіз 100%-ын. Оны х деп алайық. Х табу үшін біз х-ке қарсы жатқанға, қиғашынан қарсы жатқанға бөлеміз. Демек 85-ке бөлеміз. 17.000-ды көбейтеміз 100-ге. 17.000-ды 100-ге көбейтеміз, 85-ке бөлеміз. Сонда бізде қандай жауап шығады? 20.000 шығады. Мына екеуін көбейтіп 100-ге бөлсек, 20.000 деген шығады. Ол бізде С нұсқасы. Төртінші, кітаптың бетін нөмірлеуге 786 цифра жұмсалды. Кітапта неше бет бар? Бұл есептің мағынасын былай түсінеміз біз. Кітаптың бетін нөмірлеуге. Кітаптың беті нөмірленіп тұрады, мысалы, бірінші бет, мынандай кітаптың беті, иә? Мына жерінде номер жазылып тұрады, мына жерінде, мысалы, мына жерде 1 деп тұрады, мына жерде 2. Осылай беттер нөмірлене бермей ма? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деп, иә? Мысалы, 10-шы бетке жеткенде, 10-шы бет, 11-шы бет. Біз 2 бетті белгіледік. Мына бетті, мына бетті. Осыны нөмірлеуге бізге 4 цифра кетті. Қалай 4 цифра десек? Мысалы, 10, 11. Міне 1 цифра, 2 цифра, 3 цифра, 4 цифра. Сонда біз нөмірлеуге жұмсалған цифраның мағынасын түсіндік, иә? Сандарды жазғанда неше цифра қолданылады деген сөз ғой. Енді бізде мына жерде айтпаған кітаптың нешінші беттен басталатын. Кейбір есептерде жауап тұрады, нумерация 3-ші беттен басталады деп. Егер олай жазылмаса, біз түсінеміз кітап 1-ші беттен басталды деп. Сонда бір таңбалы беттер, ол 1-ші беттен бастап 9-ші бетке дейін. Ол бізде 9 бет болады барлығы. Осы 9 бет, мынандай беттер ол 1, 2, 3, 4, 5, 6 деген. Демек, бір бетті белгілеуге бізде бір-ақ цифра кетеді. Сонда 9 бетке бізде 9 цифра кетті. Ары қарай бізде 2 таңбалы беттер кетеді. 10-нан 99-шы бетке дейін. Неше бет бар? 2 таңбалы. 10-нан 99-ға дейін. Былай санамаймыз. 99 азайту 10, 89 деп қате жазып қоймаймыз. Бұл жерде
90 бет болады. Неге десеңдер, мысалы мына жерде 1-ден бастап 9-шы бетке дейін дегенде 9-дан 1-ді азайтып мына жерге 8 бет деп жазған жоқпыз ғой біз. 9 азайтып 1 8, но біз 1 қосамыз, әр уақытта ұмытпаймыз. Мысалы, мен бүйтіп айтайын, 10-шы беттен 15-ші бетке дейін. Бүйтіп айтсам, 10-нан 15-ші бетке дейін неше бет? Как будто 5 бет сияқты, да? Бірақ на самом деле бұл жерде 6 бет. Ерінбей санайтын болсақ, 11, 12, 13, 14, 15 ме. 10-нан бастап 15-ке дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сонда бір-бірінен азайтамыз, бірді қосуды ұмытпаймыз. Сол сияқты 99-дан 10-ды азайттым 89, оған бірді қосам 90, 95, 2-ге оны көбейтемін, потому что ол мынандай 2 таңбалы сандар, бір сан жазуға 2 цифрадан кетті. 90 көбейту 2, 180 цифра. Сонда мына жерде уже 189 цифра қолданып тұр. Ал бізде 786 цифра қолданған дейді. Енді қалғаны қайда кетті? Значит, ол 3 таңбалы беттерге кетті. Енді мен анықтау керекпін, неше цифра қазір анықтап аламын. 3 таңбалы бетке жұмсалды. Ол үшін мен 786-дан азайтсам 189 цифраны, өйткені мынша жұмсалды, а пока что мен біттім 189 цифра. Егер 1-ден бастап 99-шы бетке дейін болса, екеуін бір-бірінен азайтам, сонда 597 қалады. Әлі 597 цифра бар жұмсалатын. Так, мына жерге жазып қояйын, 597 цифра. Ол 3 таңбалы беттерге кетті ғой. Бір бетке 3 цифра жұмсалады. Мысалы, 100-ші бет дегенде 1, 2, 3 цифра жұмсалады. Түсініп отырып қоя. Сондықтан мен оны 3-ке бөлем. 597-ні 3-ке бөліп тастаймын. Сонда менде 199 шығады. Демек, бұл әлі 199 бетке жұмсалатын цифра. А 199 бет қайдан пайда болды? 100-ші беттен нешінші бетке дейін 199 бет болады, я? Мана біз осы жерде еще бір қостық, получается, как будто 198. 198-ден 100-ді азайтып тастайын. Наоборот, бір саннан 100-ді азайтқанда 198 шығу керек. Ол менде 298 деген сан. Сонда 298-ден мен 100-ді азайтып тастасам 198 болады. Бірді қосуды ұмытпаймын, сонда 199 болады. 199 бет, ол 3 таңбалы бет, значит, 3-ке бөлсем 597. И мынаны бәрін қосатын болсам, как раз 786 цифра жұмсалады. Енді бар ғой, бұның өзінің формуласы бар. Сосын формуласын мен жіберейін. Бірақ ол формуланы көбі, енді ұмытып қалады, формула жаттау қиын ғой. Негізі мағынасын түсініп алу керек. Есептің мағынасын түсініп алсақ, онда кез келген есеп шығаруға болады. А тек қана формуламен жүретін болсақ, мағынасын түсінбейді. Онда формуланы ұмытып қалсақ, біз есеп шығара алмаймыз. Сондықтан мен осыны ашып былай көрсеттім. Бірақ формуласын тоже жіберемін. 3-ші беттен басталса қалай санайды? 1-ші беттен басталса қалай санайды? 3-ші беттен саналса, онда мына жері былай ғана болады. 3-ші беттен 9-ші бетке дейін мен 9 бет деп жаздым ғой мұнда. 9 азайту 3, 6, и мына жерде мынаның орнында просто 7 бет деп тұр. Бітті. 7 бетке сәйкесінше мына жерде 7 цифра. И мына жерде 187 деп санайсыңдар. Болды. Так, 5 сан арифметикалық ортасы 18-ге тең. Қандай сандар екенін білмейміз, әйтеуір бір какой-то 5 сан. Арифметикалық орта дегенне сол 5 санды қосамыз и 5-ке бөлеміз деген сөз. Вот, например, 1-ші сан, қосу 2-ші сан, қосу 3-ші сан, қосу 4-ші сан, қосу 5-ші сан, осы 5-ін қосамыз, 5-ке бөлеміз, сонда 18 шығып тұр деген сөз. Енді білейді, егер осы сандардың біреуін 8-ге арттырса, например, последний санды 8-ге арттырып жүрген, үсте 8 қосып жүрген. Жаңа арифметикалық орта неге тең болады? Әрине, оны енді 5-ке бөлгенде 18 шықпайды, 18-ден үлкен сан шығады. Мысалы, 9,16 деген уже келмейді мына жерде. Қалған ответтардың енді тауып алу керек. Оны біз қалай істейміз? Мен біліп тұрмын, мынау 5-ін қосып 5-ке бөлсем 18 шығады. Қандай санды 5-ке бөлгенде 18 шығады? Ол 90 деген сан, я? Демек, мынау 5 санды қосқанда ол 90-ға тең болып тұр.
Өйткені мынаның бәрі 90-ға тең болса, 90-ды 5-ке бөлсем 18 шығады как раз. Енді маған не дейді? Біреуін 8-ге арттырса дейді. Мысалы, мынау бір какой-то сан болды ғой, ол 8-ге больше болып кетті. Значит, мынаның да мәні 8-ге больше болады, 98 болады. А барлығы 5 сан ғой, соны тағы да 5-ке бөлеміз арифметикалық ортасын табу үшін. Сонда 98-ді 5-ке бөлсек, бізде 19,6 шығады. Д нұсқасы болады. Келесі, автокөлік 240 км жолдың алғашқы 120 км-ін, то есть S1 120 км, ол 60 км сағат жылдамдықпен жүрген. Басында оның жылдамдығы 60 км сағатына болған ғой. Ал қалған бөлігін, енді барлығы 240 болса, бастапқысы 120 км жүрсе, қалған бөлігі, значит, тағы 120 км. Қалған бөлігін, яғни келесі 120 км-ді 80 км сағат жылдамдығымен жүрген. В2 80 км сағатына. Автокөлік барлық жолдағы орташа жылдамдығын табыңдар дейді автокөліктің. В орташа. В орташа былай санап қоймаймыз, көбі былай санайды. Мынау екі жылдамдықты қоса 60 қосу 80, 140, оны 2-ке бөледі 70 деп белгі салады. Ол қате болады. Өйткені орташа жылдамдықтың өзінің формуласы бар. Бізде мұнда неше жол? 2 жол мынау. Значит, вообще жалпы бұның формуласы қандай? В тең S бөлінген Т ғой. Ал мұнда бізде S2 болғандықтан S1 қосу S2, сәйкесінше уақытта бізде 2, значит, Т1 қосу Т2. Енді олай болса, мен S1-ді біліп тұрмын, S2-ні біліп тұрмын, Т1 мен Т2 керек. Т1 әрине ол S1 бөлінген В1. S1 бізде 120, 120-ны 2-ке бөлеміз, 60. Ойбай, 120, В1 60-қа тең, наоборот, бөлемін 60-қа. Сонда болады 2 сағат. Т2, S2 бөлінген В2 болады. S2 бізде олды 120, В2 80. 120-ны 80-ге бөлеміз. 120-ны 80-ге бөлсек, бізде, так, қанша шығады? 1,5 па? Тексерейік. Неше қысқарады? 40-қа қысқарады, мұнда 2, мұнда 120-ны 40-қа бөлсек, 3, 3-ді 2-ге бөлсем 1,5. Енді оны аламын да, мынаған қоямын. S1 120, плюс S2 олды 120, Т1 дегеніміз таптық ол 2, плюс Т2 дегеніміз ол 1,5. Сонда 240 болады алымы. Бөлінген 3,5. 240-ты 3,5-ке бөлетін болсақ, бізде 68,57 шығады. 68,57, енді зачем оны жуықтап аламыз. Үтірден кейін цифра бізде 4-тен үлкен болса, біз мынаған 1-ді қосамыз. Яғни 69. Вот. Тағы түсіндіріп жүрейін. Үтірден кейінгі цифра бізде 4-тен үлкен болса, яғни 5, 6, 7, 8, 9 болса, онда мынаған 1 қосылады. Мына 5 деп тұр ғой, 4-тен үлкен. Ал егер бұл жерде мысалы 68,3 болса, или 100-ден 37, да? Онда мынау 68 деп алатын едік. Өйткені үтірден кейінгі цифрасы 4-тен үлкен емес. Мына жерде енді кейбіреулер 68 деп белгілеп қою мүмкін ғой, сондықтан аны ашып түсіндіріп жатырмын, неге біз именно 69 деп белгілегенімізді. Келесі, екі таңбалы сан цифрлардың қосындысы 9-ға тең. Цифралардың орындарын ауыстырғанда пайда болған сан бастапқы саннан 27-ге кем болады. Бастапқы санды табыңдар. Например, бастапқы сан 45 болсын. Цифралардың қосындысы 9, дұрыс. 4 қосу 5, 9 орындалады. Цифралардың орнын ауыстырғанда, то есть, мына екеуінің орнымен ауыстырамыз, 54 болады. Пайда болған сан мынау ғой. Бастапқы саннан 27-ге кем болады. Келмейді. Өйткені ол кем болып тұрған жоқ, ол артық болып тұр одан. Сондықтан А нұсқасы келмейді. Б нұсқасын көрейік. 54. Бірінші шарт орындалып тұр. Қосындысы 9-ға тең. Орнымен ауыстырсақ 45 деген сан шығады. Енді бастапқы саннан 27-ге кем. 54-тен біз 27-ні азайтатын болсақ,
Бізде шықпайды ғой 45, значит мынау келмейді, иә. Так, С вариантын көрейік. 63 цифраларын қоссақ 9 шығады. Орынмен ауыстырсақ 36 болады. Енді 63-тен 36-ны азайтатын болсақ, 13 азайту 6, 7, мұнда 5 қалды, 5 азайту 3, 2, 27. Бастапқы саннан 27-ге кем болды, демек С нұсқасы. Келесі тапсырма, тіктөртбұрыштың ұзындығы 15 сантиметр, ені 8 сантиметр. Так, А бізде 15 сантиметр, Б бізде 8 сантиметр. Сосын оның ұзындығын 20%-ға арттырып, енін 25%-ға кемітті. Жаңа тіктөртбұрыштың ауданын табыңдар дейді. Бізде мына жақта басқа бір тіктөртбұрыш пайда болды. Өйткені ұзындықтары өзгеріп кетті. Соның ауданын тап дейді. Аудан формуласы бізде А көбейту Б. Енді жаңа тіктөртбұрыштың ұзындығы мынанікінен 20%-ға артық. 15-тің 20%-ын қалай табамыз? 15-ті көбейтеміз 100-ден 20-ға. Немесе 15-ті көбейтеміз 0,2-ге. Бізде болады 3. Значит, 3-ке арттырып, 20%-ға арттырып деп тұр ғой, значит, 3-ке арттырып. Енді бұрын 15 болды, 13-ке арттырамыз, 18. Енін 25%-ға кемітті. 25% деген не ол? 25% деген ол 50%-ның жартысы. А 50% деген ол жартысы. То есть жартысын жартысы. 25% деген жартысын жартысы. Ненің? Енін. Мына 8-дің жартысын жартысы. 8-дің жартысы ол 4. И 4-дің жартысы ол 2. Значит, 2-ге кемітті. 8-ден 2-ні азайтамыз 6. Енді формула қоя саламыз. 18-ді көбейтеміз 6-ға. Бізде шығады 108. Д нұсқасы болады. Қорапта 5 қызыл, 3 көк және 2 жасыл шар бар. Қораптан кездейсоқ бір шар алынады, алынған шардың көп болу ықтималдығын тап. Ықтималдықтың формуласы П бөлінген, П тең болады М бөлінген Н. Бұл жердегі М дегеніміз бізге керек жағдай, немесе қолайлы жағдай дейді. А Н деген ол барлығы. Енді орнына қоя салайық, бізге керегі қандай шар алып шығу, көк алып шығу керек қой. Значит, П тең болады. Көк бізде 3 бөлінген N ол барлығы. 5 қосу 3 қосу 2, 10 болады. 10-нан 3 бұл нұсқасы. Тапсырма өрнектің мәнін табыңдар дедім. Бізге берілген өрнек 2-ның 6 дәрежесі көбейтілген 4-тің квадраты бөлінген 8-дің квадраты. Бұны оңай болу үшін есептеу, енді бәрін санап отырмас үшін біз бірдей негізге келтірейік, 2 келтірейік. 2-ның 6 дәрежесі көбейтілген 4 деген сан, ол 2-ның квадраты. Мен бұл 4-тің орнына жаздым. Еще мынау сыртындағы квадрат бар. Онда былай болады. 8 деген ол 2-ның кубы. Өйткені 2-ні өз-өзіне шүріп көбейтсек, 8 шығады. И сыртында мынау квадрат бар. Сонда 2-ның 6 дәрежесі солай қалады. Көбейтілген, мынау 2-ның квадратының квадраты. Осындай жағдай болғанда олар көбейтіледі. 2-ның 4 дәрежесі болады. Мұнда да мына екеуі көбейтіледі. 2-ның 6 дәрежесі болады. Арасында көбейту болғасынлар қысқартып тастаймыз. Сонда 2-ның 4 дәрежесі болады. 2-ның 4 дәрежесі, яғни 2-ні өз-өзіне 4 рет көбейтсе, 16 болады. Екі санның қатынасы 3 бөлу 5, олардың қосындысы 64-ке тең, үлкен санды табыңдар. Значит, мынау 3х болады, мынау 5х. Өйткені қатынасы дегенде біз х арқылы жазамыз. Ал олардың қосындысы, демек қосамыз, 64-ке тең. Сонда үлкен санды тап дейді. Үлкен саны енді 5х болады. Мынау үлкен сан болады. Өйткені 3х 5х-тің кіші ғой енді. Екеуін қосқан кезде 8х болады. Х-ті табу үшін біз 64-ті бөлеміз 8-ге. Х-тен болады 8-ге. Бізге 8х-ті табу керек. 8х деп тұр. Бізге 5х табу керек. Осыдан 5х ол тең болады. 5 көбейту, х-ның орнына 8 қоям. 5 көбейту 8 40. Бұл нұсқасы. Келесі тапсырма. Бірінші жұмысшы жұмысты 15 күнде, ал екінші жұмысшы
10 күнде орындайды. Екеуі бірге жұмыс істесе, жұмысты неше күнде аяқтайды. Мұндай бірнеше есеп көрсеткен болатын. Бағанмен осындай кестемен, бағанмен емес, кестемен шығарсақ оңайырақ болады. Бірінші бағанда біз жұмысшылар жазамыз. Екіншіге біз жазамыз уақыт. Үшіншіге өнімділік. Төртіншіге жұмыс. Бізде неше жұмысшы? Екі жұмысшы. Бір жұмысшы, екі жұмысшы. Сосын үшінші жол болады, екеуі бірге жұмыс істесе деген. Яғни бір қосу екі деген. Бірінші жұмысшы жұмысты 15 күнде бітіреді. Мұнда 15 болады. Өнімділікті мен айтқан болатын, өнімділіктің формуласы бізде әр уақытта жұмыс бөлу уақыт деп. Жұмыстың орнына біз бір қоямыз, бәрі бір жұмысты айтып тұр. Мұнда бір, мұнда бір. Сонда мұнда өнімділік болады 15-тен 1 формула бойынша. Екінші жұмысшы 10 күнде орындайды дейді, значит, 1 бөлінген 10 болады. Сұрақ, екеуі бірге жұмыс істесе, жұмысты неше күнде аяқтайды? Мына ұяшықты табу керек. Енді логически ойлаймыз, олар екеуі бірге жұмыс істесе, екеуі бірігіп жүрсе, значит, олардың өнімділіктері де қосылады. Олай болса, 1 бөлінген 15-ке қосамыз 1 бөлінген 10-ды. Ортақ бөлім 30 болады. Мынаған толықтауыш көбейткіш 2, мынаған 3 береміз. 1 көбейту 2, 2, қосу 1 көбейту 3. Сонда 30-дан 5 болады. Екеуі қысқарады. Мұнда 1, мұнда 6. 6-дан 1. Сонда өнімділігі 6-дан 1. Енді қарайық. 15-тен 1 болғанда бізде 15 күн болды. 10-нан 1 болғанда 10 күн болды. Мұнда 6-дан 1, значит, мұнда 6 күн. Екеуі бірге жұмыс істесе, 6 күнде бітіреді жұмысты. 13-ші тапсырма, сыныптағы оқушылардың 40% ұлдар. Егер сыныпта 18 қыз болса, сыныпта барлығы неше оқушы бар? 18 қыз дейді. Мынау 40% ұлдар. Значит, қалғанды қыздар болып тұр ғой. Енді 100% болса, сыныпта барлығы. Мен 40%-ын алып тастаймын, өйткені ұлдар. Сонда менде қалады 60%. Демек, 60% ол қыздар. Сонда мен түсінем, 18 қыз деп отқаным, ол сыныптағы 60% оқушы. Маған барлық оқушыны табу керек, демек 100%. Пайыздың астына пайыз, бала санының астына бала санын жазамыз. Мұнда x деймін. X табу үшін x-ке вертикаль, яғни қиғашынан қарсы жатқан санға бөлеміз, қалғанын көбейтеміз. 18 мен 100-ді көбейтеміз, 60-ға бөлеміз, сонда бізде 30 шығады. Келесі тапсырма, сандар тізбегінің келесі мүшесін табыңдар. 3, 7, 15, 31. Бұл жерде 7 қалай пайда болған? 3-ті 2-ке көбейтеміз, 1 қосамыз, 7 болады. Мына санды табу үшін 10-ның алдындағы санды 7-ні 2-ке көбейтеміз. Оған 1 қосамыз, 14, 14 қосу 1, 15. Значит, мына санды тапқанда, наоборот, уже 15-ті 2-ке көбейткен, оған 1-ді қосқан. Олай болса, келесіні табу үшін біз 31-ді 2-ке көбейтеміз де, оған 1-ді қосамыз. 62, 63 нұсқасы. Және соңғы бассейн бірінші құбыр арқылы 48 минутта толады. Екінші құбыр одан 3 есе жылдам, ал үшінші құбыр бірінші құбырдан 2 есе жылдам толтырады дейді. Бірінші құбыр өз жалғыз 48 минутта толтырады. Бұны былай істейік, мана кестемен істейік. Бірігіп орындалатын жұмыс болса, кестемен жасайық. Мұнда бізде құбырлар болады уже. Мұнда бізде уақыт. Мұнда өнімділік. Мына жерде жұмыс. Жұмыстың орнына бәрі бір бассейн толтырып жатыр, сондықтан 1 деп жазатын боламыз. Бізде үшеуді. Бірінші құбыр бар бізде, екінші құбыр бар, үшінші құбыр бар. И 3 құбыр бір уақытта ашық болса дейді. Значит, үшеуі бірге жұмыс істесе. Үшеуі бірге бір уақытта ашық тұрса. Бірінші құбыр 48 минутта толтырады.
Екінші құбыр одан 3 есе жылдам. 3 есе жылдам десе, значит, 3 есе аз уақыт жұмсайды. Тезірек толтырады да, значит, уақыт аз кетеді. 48-ді 3-ке бөлеміз 16. Ал үшінші құбыр, бірінші құбыр 48 минутта тұрады ғой. 2 есе жылдам. Значит, 48-ді 2-ке бөлеміз 24 минутта. Тезірек өйткені, жылдам десе тезірек деген сөз. Сол себепті мен 48-ді 2-ке бөліп жатырмын. Енді өнімділіктері уже түсінікті, манағы есеп сияқты 1 бөлінген 48, мынау 1 бөлінген 16, мынау 1 бөлінген 24. Жұмыс 1, 1, 1, мында да 1. Мына жердегі уақыт белгісіз. Мана не істедік біз? Үшеуі бірге жұмыс істесе, үшеуінің өнімділіктері қосылады дедік. Вот соны қосайық. 1 бөлу 48, қосу 1 бөлінген 16, қосу 1 бөлінген 24. Кем болады? Ортақ бөлім 48 болады. 48-ді 48-ге бөлем 1, 48-ді 16-ға бөлем 3, 48 24-ге бөлем 2, 1 көбейту 1, 1 қосу, 3 көбейту 1, 3 қосу, 2 көбейту 1, 2. Сонда болады 48-ден 1 қосу 3, 4, 4 қосу 2, 6. Екеуі қысқарады 6-ға, мұнда 1 қалады, мұнда 8. Значит, өнімділігі 8-ден 1, 8-ден 1 болса, значит, 8 минутта толтырады. Осымен 10-шы нұсқа аяқталды. Барлықтарыңызға сәттілік.